Мен мынау жастардың арасында көп араласам, жастардың ішінде мен патриотпын деген жасты шыны керек өз көзімен көрмеппін. Жастардың өздері патриот деген сөзді білмейді. Оның мәні неде? Оны идеологиялық тұрғыда үлкен қателіктер кетіп отыр. Патриот деген не? Ол уақытында салығын төлеп жатқан кәсіпкер ма? Кім ол патриот? Патриот деген не? Ел ақшасын жымқырмаған шенеунік па? Патриот деген кім? Суға құлаған итті құтқарған жас па? Жоқ, тиктокта жақсы нәрсені таратып жүрген жас жігіт па? Кім ол патриот? Патриот не? Шәмшінің әндерін әндетіп жүрген асаба ма? Кім ол патриот? Жоқ, патриот ол үкімет пен депутаттарды ұрсып жүрген оппозиционер ма? Кім ол патриот? Сіздерді мынау үкіметтің қаулысы бар. 2023 жылғы нөмір 1039 жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу туралы 2030 жылға дейін концепция. Ол концепцияны қарадым, ол жерде елді сүю, елге адал еңбек ету, заңдарды қатаң сақтау деген принцип жоқ. Бір 4 принцип бар, еңбекқорлық, жалпылама принцип. Неге мынандай принциптер жоқ? Сіз қорғаныс министрінің орынбасары, маған айтыңызшы, сіздің аузыңыздан тыңдайық. Патриот дегеніміз не? Қорғаныс министрінің орынбасарының микрофонын қойсыңыздар. Менің ойымша патриот деген ол өте үлкен ұғым. Тек қана әскерде ғана емес патриот. Патриот барлық салада да бар. Мысалы, дәрігер, патриот дәрігер өзінің еңбегін дұрыс атқарған, мұғалім өзінің еңбегін дұрыс атқарған, әскери қызметші керек кезінде отанымызға қауіп қатер төнген кезде президентіміз айтқандай соңына дейін өзінің міндетін атқаруға дайын адам. Және президентіміздің құрылтайда айтқаны адал адам, адал еңбек, адал табыс. Осы ұғымдардың бәрін патриот деген үлкен кең ұғымға қосуға болады. Рахмет сұрағыңызға. Дұрыс, рахмет. Депутат Базарбек, екінші рет сұрап отырсыз ба? Микрофонын қосыңыздар, депутат Базарбек. Рахмет, Ерлан Жаһанұлы. Сонда сіздің сөзіңізге қарағанда дәрігер, дәрігер, немесе оқытушы, мұғалім өзінің қызметін атқарса, сол патриот болып есептеліне ме сонда? Патриот деген сөздің өз мәні басқаша. Өзіңіздің заң жобаңызды өзіңіз түсінбей тұрсыз. Міне, патриот дегеніміз ол ең бірінші заңдарды сақтау. Заңды сақтап қана адамдарды осы елге сүю қасиетін тарата аламыз. Сіздің өзіңіздің айтқан сөзіңізде елді сүю, елді құрметтеу деген сөз жоқ. Адал атқару. Адал атқару деген басқа нәрсе. Рахмет.